Сіздерме балалар? Біздің әдебиеттік оқудан бүгінгі тақырыбымыз табиғаттың тосын сыйы. Ендеше сабақты бастайық. Мына жаңылтпашты жаңылмай айтуға дағдыланайық. Көктем жауын шашынсыз болмас, жауын шашынды болса, жасынсыз болмас. Кәне менімен бірге қайталаймыз. Көктем жауын шашынсыз болмас, жауын шашынды болса, жасынсыз болмас. Ал ендеше мән берейікші, бұл жерде таныс емес сөз қандай сөз? Жасын, дұрыс айтасыңдар. Ал ендеше жасын дегеніміз қандай мағынаны білдіреді екен? Жасын дегеніміз найзағай деген мағынаны білдіреді екен. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз найзағай туралы болмақ. Найзағай. Мәтінді түсініп оқы. Жазғы демалыс кезі. Жүгерінің арам шөбін отап жүредік. Күн күйіп тұрған. Түске таман аспанда қара бұлт пайда болды да, ұлғая аспанды түгел жайлап алды. Дала күңгірттеніп түнере түсті де, жаңбыр құйып кетті. Едәуір жерде еді. Жұрт паналар жер таппаған соң, кетпен күректерін төбелеріне тосты. Төңкерілген көп кетпен жыпырлап тұр. Найзағай жарқылдап, шатыр-шұтыр күн кіркірегенде металдың жай тартатыны есіме түсе кетті. Қашыңдар деп айғай салдым. Кетпенді тастап, қашыңдар деп дауыстады. Болатты менің ойымды түсінгендей. Кенет шыққан ащы дауыстан шошып қалған жұрт кетпен күректерін лақтырып қосқа қарай қашты. Демде ұзап кеттік. Көп кешікпей жылы жаңбыры басылды да, лезде аспан шайдай ашылып, бұлт арасынан жарқырап күн шыға келді. Қайтып орнымызға келсек, әлгі жерде жасын түсіпті. Кетпен күректердің кейбіреуін жапырып, кейбіреуін кесіп, жерге сіңіп кетіпті. Бұл көріністен жаны түршіккен қарттар, ойпырмай, осы жерде тұра берсек не болар еді? Білгендеріңнен, оқығандарыңнан айналайын, өркендерің өссін, деп Болат екеумізге алғыс айтты. Авторы Дәулет Қасенов. Ендеше балалар, осы мәтінде кездескен бізге таныс емес сөздер, яғни қос дегеніміз өмірде, шаруашылықта уақытша пайдаланатын баспана екен. Қос дегеніміз не екен? Өмірде, шаруашылықта уақытша пайдаланатын баспана екен. Кетпен, яғни ол еңбек құралы. Шаруашылықта, тұрмыста қолданылатын еңбек құралы болып табылады. Ендеше балалар, адасқан әріптер ойынын ойнайық. Мына сызықтарды дұрыс жүргізу арқылы біз сөйлемді дұрыс құрай аламыз. Жаңбыр жауғанда не болады? Жаңбыр басылғанда не болады? Дұрыстап сәйкестендіреміз.